Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Менің есімім Тілектес. Мен видеографпын және де мобилограф. Жалпы осы күнге дейін сабақтарда түсірумен айналысып келем. Сабақ түсіруде былайша айтқанда маман десем болады. Бүгін біз сіздермен телефонға, Androidқа, не болмаса iPhoneға, телефонға видео түсіріп үйренеміз. Сонымен бізге не керек? Телефонның өзі керек, штатив керек, мынандай шаяқ, микрофон керек және наушник керек. Сонымен құрметті ұстаздар, біздер түсірілімді бастаймыз. Телефонның өзінің микрофонымен қалай болатын сіз қазір мені естіп тұрсыз. Ал қазір мен мына телефонның осындай құлаққа салатын наушникки деп аталады. Но осының біздер микрофоны бар наушникті микрофон ретінде қолданамыз. Бұл микрофон петличка, мына камерадағы петличка сияқты. Ана камераның петличкасы мында. Ал мынау қазір мына телефонға қосылып тұрған. Дауыс жақсы естіліп тұр деп үміттенемін деп. Андай петличка 3500, әр қалада әртүрлі 5000-ға дейін баруы мүмкін. Телефонда дыбысты көрдік. Енді біз жарық мәселесін шешеміз. Үйдің жарығымен қолдануға болады. Ол өкінішке орай слабыйлау болады. Сондықтан да мынандай лампочкалар бар ғой міне. Көріп тұрғандай, аппақ болып жанатын лампочкалар бар. Сондайының қарапайым вольфрамовый лампочканың орнын соны қойып көріп жақсырақ болуы мүмкін. Не болмаса қолдан патронға жасап, біздің негізі мынандай светильник қолданған дұрыс міне. Нағыз болмаса қарапайым светильниктің бетіне ақ салфетка или болмаса мата, қатты қалың емес мата жауып, коробкамен фольганың жабыстырып жасалған қарапайым патрон және де қарапайым проводпен жасалған лампымыз болды. Жарықтың тағы бір, ол сырттан қарапайым терезеден түскен жарық. Жарық түсетін болса, камераның ар жағынан түссін, не болмаса жанынан. Мысалға мынандай болса болмайды, өйткені жарық мені көріп тұрғандай жарық арқадан түсіп тұр, артымнан. Менің бетім дұрыс көрінбейді, қараңғы болып тұр. Жарық сізге қарау керек, камераға қарауға болмайды. Тым жақын болып мынандай жап-жарық болып кеткенде болмайды. Ол сіздің сабағыңыздың қаралуын қиындатады, өйткені түсініксіз болуы мүмкін жазылғандарда. Менің қазір айтқан сізге түсінікті болсын деп мен 2 жарық қойдым. Не болса да камерадан қарағанда сіз нақты көрініп тұруыңыз керек. Жаңаға тағы айта кететін жайт, штатив болмаса бірдеңе қыстырып қойсаңыз болады. Не болмаса туысыңызды или болмаса көрші-көлем танысыңызды, досыңызды біреуге ұстап тұрсын деп айтсаңыз, оны ұстап тұру үшін, мына мысалға телефонды түсіргенде ұстап тұру үшін қолды мына қолды мына жерге қабырғаға сүйеп былай ұстаған дұрыс. Сонда сізде фиксация жақсы болады да, камера бетіп қимылдамай түсіріп жатқанда. Бекітетініне бекітіп қоясыз да, керек жеріне қоясыз. Не болмаса жаңағыдай қолға ұстайсыз. Тағы бір штативтің түрлері бар, ол жарығымен, мына суретте шығып тұрғандай, жарығы бар дөңгелек, или трехножка бар, специальный кішкентай түрі бар столға қоятын. Ал енді тақта жөнінде айтатын болсақ, не тақта, не болмаса қағаз үлкен, үстелге қарапайым параққа жазуға болады. Оны қазір сізге көрсететін боламын. Жаңаға мен айтқандай, парта болмаса, осындай параққа камераны осылай қойып, штативпен не болмаса жаңаға фиксировать ететін камерамен осылай жасауға болады. Мысалға бірінші сабақ. 2 қосылған, 2 тең болады 4 деген жақта. Бәрі анық көрініп тұр да. Бірінші жарық бетіңізге түсу керек, сізге түсу керек, сіздің артыңыздан түскені болмайды. Сосын екінші мәселе, дыбыс телефонмен жазғанда жаңағы микрофон ала алмасаңыз, онда қарапайым наушниктің микрофонымен болады. Ең бастысы өзіңізден алыс ұстамаңыз. Үшінші мәселе, ол тақта жазатын жеріңіз, түсіндіретін жеріңіз. Сабақты балдарға түсіндіріп, және де үй жұмысын, үй тапсырмасын бере аласыздар. Осымен сабағымыз бітті. Келесі сабақта тура осы видеоның артығын кесіп, жалғап бір қысқа сабақ шығаратындай қылып сізге көрсетемін. Алыстамаңыздар, жіберіп алмаңыздар. Осыларды бәрін меңгеру арқылы сіздер телефонға түсіріп, оны кесіп, және YouTube-қа жүктеп, группамен жұмыс істеп үйретемін. Сау саламатта болыңыздар. Кездескенше.